Біз күнде аспанға қараймыз. Ай, жұлдыз, бұлт бәрі таныс сияқты. Бірақ сол аспан бізге күн сайын көзге көрінбейтін ерекше сый жасайтынын білесің бе? Иә, дәл қазір сен тұрған жерде ғарыштан тозан жауып жатыр. Бірақ бұл жай ғана тозан емес, оның тарихы миллиондаған жыл бұрын басталған. Ал құрамы тіпті ғалымдарды да таңғалдырды. Кеттік, аспаннан келген құпияны ашайық. Ғарышта көзге көрінбейтін ұнтақ сияқты шаңдар. Олар миллиардтаған жылдар бойы жұлдыздардың жарылысы, кометалар мен астероидтардың бөлшектену кезінде пайда болған микротозандар. Өлшемі кішкентай болған соншалық, тіпті құм түйіршіктерінен де бірнеше есе ұсақ. Бұл бөлшектер ғарышта жай ғана қалықтап жүрмейді. Біздің планетамыздың тартылыс күші оларды өзіне тартады. Атмосфераға кіргенде үлкен метеорлар сияқты жанып кетпейді. Себебі көлемі өте кішкентай. Олар жай ғана жылдамдығын азайтып баяулап түседі. Ғалымдар тіпті бұл үдерісті ғарыштық жаңбыр деп те атайды. НАСА зерттеулеріне сүйенсек, жерде күніне шамамен 110 тонна, ал жылына 40 мың тоннаға дейін ғарыш шаңы түседі. Бұл дегеніміз әрбір сағат сайын біздің ғаламшарға бірнеше жүк көлігі мен тозан қосылып отырады. Бірақ біз оны байқамаймыз. Өйткені ол көбіне мұхит түбіне, шөлдерге және адам аяғы тимейтін алыс аймақтарға түседі. Ғалымдар бұл шаңның біздің климатқа да ықпал етуі мүмкін екенін айтады. Микроскопиялық бөлшектер күн сәулесін шағылыстырып, жер бетіне түсетін жылуды аздап өзгертеді. Бұл өз кезегінде ауа ағысы мен жауын-шашын үлгісіне әсер етуі ықтимал. Бірақ ең қызығы, кейбір зерттеушілер ғаламшар тарихының ең алғашқы кезеңінде дәл осы ғарыштық шаң жерге органикалық молекулаларды, яғни өмірдің бастапқы құрылыстарын әкелген болуы мүмкін дейді. Қысқасы, біз күн сайын көзге көрінбейтін ғарыштық жаңбырдың астында өмір сүріп жатырмыз. Мүмкін дәл қазір сен тұрған жеріңнің топырағында миллиондаған жыл бұрын ғарыштан ұшып келген шаң бөлшегі жатқан шығар. Әр қадамымыздың астында космос тарихының кішкентай сынықтары. Егер осындай таңғалдырар фактілер ұнаса, пікірге тағы керек деп жазыңыз. Келесі видеоға ғарыштан түсетін шаңнан да ғажайып құпияны ашамыз.